Сәлеметсіздер ме достар, көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осы әдемі гүл, осы рео гүл туралы айтатын боламыз. Бұның күтімі жайында айтамыз. Сосын бұл рео гүлін біз қайтадан отырғызатын боламыз. Мынау сатып әкелінген гүл, жағдайы осындай міне. Егер де осы рео гүлінің күтімі жайлы және қалай егу керек сол туралы білгілеріңіз келсе, менімен бірге осы видеоның соңына дейін қалыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Егер де менің каналыма жаңадан келіп жатқан қыз-келіншектер болса, подписаться белгісін басып, менің каналыма тіркеліп, каналымда арман қарай жақсы жүріп дамуына өз үлестеріңізді қосаңыздар деп айтқым келеді. Енді біз мына рео гүл туралы айтатын боламыз. Бұл рео гүлі өте қарапайым гүл. Бұның күтімі де өте қарапайым. Енді мынау теплицадан келген гүл, өте жағдайы әлсіздеу. Енді осыны біз қазір егетін боламыз. Рео гүлі бұл өте күтімді қажет етпейді. Мен сондай бұл рео гүлінде жақсы көремін. Рео гүлі күнді жақсы көреді. Жақсы күн түсіп тұрса, өте жарық болса, бұл гүлге болды. Бұл өзі әдемі болып, жапырақтарын қалың, өзінің қанық түсін беріп өсетін болады. Өздеріңіз көріп отқандарыңыздай, міне алдыңғы жағы осындай жасыл болады да, астыңғы жапырақтары осындай қоңыр, қызыл, фиолетовый дейді, сондай түс береді. Негізі мына гүл өзі мынау сорты бөлек сорт. Мынандай аймақ-аймақ жолақтары болады. Ал мынау кәдімгі рео, бір түс рео. Рео тіке күннің көзін жақтырмайды, жапырақтары күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан да ала көлеңкеге қою керек. Егер де біз өте көлеңкеге қоятын болсақ, мына жапырақтардың бәрі солғын тартып, бұл ұзын, ұсқынсыз болып өсіп кетеді. Сондықтан да осындай әдемі жапырақтары қалың, үлкен болып өсу үшін бұл реоны біз жарыққа қоюымыз керек. Енді суаруына келетін болсақ, бұл гүл суаруға төзімді, қарапайым, ондай күтімді қажет етпейді, жаңа мен айттым. Суы құрғаған уақытта құйса да болады суын, ал былай ұзақ су құймасақ та бұл өзі тұра береді. Тек шамалы жапырақтары жұмсарады. Сол кезде байқап суды құйсақ, бұл қайтадан өзі жанданып өсе беретін болады. Бұл реоға жазда 2-3 күнде бір рет, ал күз бен осы қыс мезгілдерінде 7-сіне бір рет су құйсақ болады. Негізі мен айтар едім, қашан мынау топырағы кебет, сол уақытта су құйсаңыздар болады. Енді мен бірінші осы күтімін айтып кетейін, сосын реоны сіздермен бірге отырғызатын боламыз. Бұл рео ылғалды ауаны жақсы көреді. Бұған күніне бір рет, болмаса 2 күнде бір рет су бүркеп тұрсақ, өте жақсы болады. Жазғы уақытта бұл реоны далаға, ала көлеңкеге шығарып қойсақ, бұл өте өзін жақсы сезініп өсетін болады. Су бүрккенде де мұқият болуымыз керек. Мынау жапырақтарының арасына су кетіп қалып, сол су тұрып қалса, мынау жапырақтарын шірітіп, бұл гүлді жаңағыдай өлтіріп алуымыз мүмкін. Сондықтан да су бүрккенде жапырақтарының арасына су кетіп қалмауын мұқият қадағалауымыз керек. Қандай су құямыз десек, бұл реоға да басқа гүлдер сияқты краннан алынып тұндырған су немесе жаңбырдың суын құюға болады. Фильтрленген суды да құюға болады. Ал енді құмына келетін болсақ, құмы бұрқылдақ болу керек. Ауа өткізгіш. Топырақ жасау үшін бізге торф керек. Сосын универсальный топырақ, перлит, шамалы құм қосу керек. Горшогына келетін болсақ, бұның горшогы өте терең болмау керек. Терең болған жағдайда астына мынандай дренаж салып, шамалы көтеріңкіреп барып отырғызуымыз керек. Қазір осы 2 горшокқа мен осы 2 реоны отырғызамын. Мынау үлкен горшокқа мына реоны отырғызамыз. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, міне горшокта осындай ғана бір қапталында, міне бір елі ғана, бір саусақ сиятындай ғана қалып тұр. Осы горшокқа отырғызсақ, бұл өзін жақсы сезінетін болады. Ал енді мынау кішкентай горшокқа біз жаңағы мынау тамырланған реомызды отырғызатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, жақсы тамырланыпты. Егуге келетін болса,
бұл реоны 2-3 жылда бір отырғызу керек. Сосын болмаса мынандай қылып жас өскіндерін суға салып тамырлатып, болмаса бірден топыраққа отырғызып та бұл гүлді егуге болады. Сосын мынандай қапталындағы өскіндер болса, сол өскіндерін бөліп алып, сөйтіп көбейтуге болады. Енді гүлді жаңа топыраққа отырғызғаннан кейін бұл гүлді біз 5 айға дейін дәрумен бермей, тек сумен ғана суарып отырсақ болады. Топырақтағы өздерінің ішіндегі дәрумендер бұл гүлдің тамырына жеткілікті деп ойлаймын. Сосын бұл рео гүлдейді. Гүлдегенде де бұл майда-майда ақ гүл ашады. Ол гүлдің ішінде дәндері болады. Сол дәнінен де егуге болады. Бірақ дәнінен еккенде дәл осы гүлдің формасын бермейді. Сондықтан да ол дәнінен екпей-ақ осындай өскіндермен көбейтсек болады. Ал егерде бұл реоның мынандай төменгі жапырақтары сарғайып жатса, ол кезде қорқпай ғана бүйтіп алып тастауға болады. Ол қалыпты жағдай, өйткені барлық гүлдердің де мына астыңғы жапырақтары, міне көрдіңіздер ме, мына астыңғы жапырақтарының барлығы міне мынандай қылып солып қалған. Бұны бүйтіп алып тастаймыз. Ешқандай оған уайымдаудың керегі жоқ. Бұл реода ол өзі төменгі жапырақтарының сарғайып түсуі, ол қалыпты жағдай. Мынандай қылып қурап қалып, сарғайып түсіп жатады. Енді осы біз гүлімізді егуге кірісейік. Бірінші мен мынау тамырланған реоны мына кішкентай горшокқа отырғызғым келіп тұр. Бұны мен аналығынан бөліп алдым. Өйткені аналығы 5-6 жылдық аналық болғаннан кейін мынау дұрыс өскен жоқ. Сосын мен бұны жасартайын деп өстіп бөліп алдым да суға салып қойдым. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай жақсы тамырланған. Енді осы 4 реоны мен бір горшокқа отырғызамын қазір сіздермен бірге. Бірінші біз құмын дайындап алайық. Міне жаңағы айтқандай, мына құмның ішіне барлық қоспаларды қостым. Құмымыз бортылдақ, міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Енді қазір жақсылап араластырып егетін боламыз. Біз рео гүлімізді ектік. Енді бұл гүлді біз оңтүстік жақ емес, шығыс не батыс терезеге қойсақ өте жақсы болады. Бұны көлеңкеге айттым, көлеңкеге қоймаймыз. Жарық жақсы түсетін жерге қойсақ, бұл өзі әдемі болып өседі. Тағы бір көрсетіп кеткім келіп тұрғаны, осы аналықтан бөліп алған менің тағы бір 2 рео бар еді. Мынандай стаканчиктерге отырғызып қойдым, міне. Бұл өзін жақсы өсіп, жақсы сезініп тұр. Жақсы өсіп келе жатыр тамырланып. Сосын тағы біреуі, міне көрдіңіздер ме? Мына жерден 2 өскін шығып келе жатыр, міне. Бұл да жақсы өсіп тұр. Мынандай астыңғы мынандай солып қалған жапырақтар болса, алып тастай берсеңіздер болады. Енді бұның тамырларынан жан-жақтан әлі тағы өскіндер өсетін болады. Екінші біз сатып әкелген реоңызды егейік. Бұны перевалка дейді. Ол перевалка жасамаймыз. Несін көрек, өткені бұл теплицада бұл гүлді жаңағы өздерінің бақшаның топырағынан егет. Сондықтан да ол топырақтың астында түрлі зиянкестер болуы мүмкін. Сондықтан да бұл рео қатты стресске түспейді деп ойлаймын мен. Шамалы өзінің топырағын алып, көне жапырақтарын бәрін тазартып аламыз. Жан-жағына жақсы өскіндер шығыпты. Міне, өздеріңіз көріп тұрсаңыздар. Кей кезде мынандай құрттар жүреді. Міне, қазір көрсетейін. Ұзын құрт. Осындай құрттар, бұлардың бірақ зияны жоқ дейді. Тамырына қажетті макро-микро элементтермен бұлар да құрттар да жаңағы қоректенеді. Егерде олар таусылған уақытта бұл құрттар мына гүлдің
тамырын жуа бастайды. Міне көрдіңіздер ма? Ойбай. Көріп тұрсыздар ма? Жыбырлап жатыр міне құрт. Кішкентай баса тұрайық. Тағы енді кішкентай ашып көрейік, ішінде бар ма екен. Ондай құмының барлығын түсірмеймін. Шамалап қана түсіремін. Жаңағы шетелден әкеліп жатқан шлаушын дейді ғой, шлаушын құртпен жаңағы не жасайды дейді. Осындай торф жасайды дейді гүлдерге арналған. Мүмкін сондай шлаушында болуы мүмкін. Бірақ енді ол шлаушындар қымбат. Басқа құрт жоқ сияқты. Тек сол ғана деймін. Енді шамал мына құмдарын кіттай түсіріп, ондай қатты тамырын зақымдамай ғана. Ондай тамыр қатты жақсы емес. Енді алып кетеді деп ойлаймын. Енді жаңа топыраққа еккеннен кейін. Бұл рео ондай қатты стрессті ондай қатты қабылдай бермейтін гүл. Тамыры шамалы шіріпті, тамырлары, астыңғы тамырларын бәрін алып тастап, қазір біз бұны отырғызамыз. Бәрі астыңғы тамыры шіріпті. Астыңғы тамырын бүйтіп жұлып тастайық. Ештеңе етпейді. Енді мына горшокты алдым мен. Қазір осы горшокқа бірінші таза құмымызды саламыз. Не? Енді мына гүлімізді отырғызамыз былай. Жапырақтарын кеше жуып сүрткенмін, бірақ сонда да жапырақтары әбден, олар теплицада не себетінін білмеймін. Өткенде көрсеңіздер, мен жаңағы сол теплицадан осылармен бірге алынған менің нем бар, жаңағы фикус гүлін еккенмін. Сол кезде сол фикустың да жапырағы осындай сор болып тұрған. Олар бұл гүлдерге не себетінін білмеймін. Өйткені барлық гүлдер осылай сор болып келеді. Енді арман қарай жақсы болып өсіп кетеді деген ойдамын. Рео ондай капризный гүл емес. Құмы жақсы болып, тұрған жері жақсы болса, бұл гүл өсе береді. Құмы шамалы ылғалдау. Әзірге бүгіндікке су құймаймын. Ертең 1-2 күн тұрсын, сол 1-2 күннен кейін су құйып, еппен араластырып су құятын боламыз. Міне біз гүлімізді ектік. Міне осындай әдемі рео гүлді сіздерде ексеңіздер болады. Сіздермен болған бақыт. Сау саламатта болыңыздар.